Сәлем баршаңызға. Сливкисіз, творожный сырсыз, тіпті духовканы да қажет етпейтін, осындай әдемі, биік болып шығатын торттың рецептімен сіздермен бөлісемін. Алдымен кремін дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызға 500 грамм сүтті құйып, 2 жұмыртқаны саламыз. 200 грамм қант саламыз. 40 грамм крахмал саламыз. Барлығын араластырамыз. Қызып тұрған пешіміздің үстіне қойып, кремімізді пісіріп аламыз. Кремнің асты күйіп кетпес үшін тоқтаусыз араластырып тұрамыз. Креміміз қоюланып, осылай қайнай бастайды. Сол кезде пештің үстінен алып тастап, бетіне пищевая пленканы дәл видеодағыдай бетіне осылай қалақтың көмегімен жауып тегістеп шығамыз. Кремімізді суытуға қойып қоямыз. Енді корждарын дайындау үшін 4 жұмыртқа қажет. 80 мл сұйық май, 120 грамм қант, барлығын араластырамыз. 300 мл сүт құйып, тағы да араластырамыз. Екі 280 грамм ұнның үстіне 2 шай қасық разрыхлитель саламыз. 3 ас қасық какао салып, бұны да араластырамыз. Шыққан екі массаны бір-біріне салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осындай сұйық масса шығады. Енді 3 бірдей ыдысымызды дайындап алып, үшеуіне тең қып бөліп шығамыз. Қызып тұрған табамызды майлаймыз. Қамырымыздың бір бөлігін құйып, бетін жауып, 10-15 минутта баяу отта пісіріп аламыз. Қамырымыздың бетінде тесіктер шыға бастаған кезде зубочистканың көмегімен пысқанын тексеріп аламыз. Мен осындай кольцомен барлығын бірдей қылып кесіп алдым. Егер бұндай кольцо сізде болмаса, кез келген табақты төңкеріп, пышақтың көмегімен кесіп алсаңыздар болады. Бізде осындай барлығы бірдей коржықтар шықты. Енді кремімізге көшеміз. 150 грамм жібіп тұрған майымызды ыдысқа салып, 5-10 минуттай миксерлаймыз. Осы кезде суыған кремімізді алып, бір-бір қасықтан салып, барлығы бірдей болғанға дейін миксерлаймыз. Осындай крем бізде шығады. Енді тортымызды жинаймыз. Бұл крем торттың барлық жеріне жетеді, сол үшін аямай сала берсеңіздер болады. Бетін пищевая пленкамен жауып, холодильникқа қойып қоямыз. Енді тортымыздың бетін әрлеуге көшемін. Өз фантазияларыңызға байланысты кез келген затпен әрлей берсеңіздер болады. Мен қалған кремді шет-шетіне жағып шықтым. Шетіне бағанағы торттан қалған қиықтарын блендермен үгітіп, соны жағып шығамын. Тағы да тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Тортымыз дайын,
көріп тұрғандарыңыздай өте биік болып шығады, жұмсақ болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Барлығы қолжетімді затпен жасалады. Барлықтарыңызға ас болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.